Жамбыл облысының өңірлік коммуникациялар қызметінің ұйымдастыруымен Жуалы ауданында да баспасөз туры өтті. Журналистер аудандағы бірқатар өндіріс орындарымен, ауыл шаруашылығы және әлеуметтік нысандармен танысты. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері ең алдымен Жуалы ауданындағы Аягүл балабақшасының жұмысымен танысты. Мемлекеттік балапан бағдарламасы аясында 2014 жылы бой көтерген бөбекжай 280 балаға арналған. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған логопедиялық пункт, 2 сауықтыру тобы бар. Оқу-тәрбие жұмыстары елбасының 3 тілділік саясатына орай қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Мамандар да жеткілікті. Балабақша 100 ауыл тұрғын тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Дипломмен ауылға бізде 3 маман келген, балабақша ашылғалы бері. Жетістіктері өте көп, ұлағатты ұстаз медальдармен марапатталған, үлкен дипломдармен марапатталып отырмыз. Республикалық жаңағы үркер зияткерлік марафонына қатысып, балаларымыз республика бойынша жаңағы жақсы жетістіктерге жетіп отыр. Одан соң журналистер Бурное сүт компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болды. Бурное сүт компаниясы табиғи ірімшіктер мен сарымай өндіретін отандық зауыт болып табылады. Ол 1951 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр. 2016 жылдың қорытындысы бойынша зауыт 4,5 тонна сүт өңделіп, 248 тонна ірімшік, 106 тонна сарымай, 2,3 тонна ультрапастерленген сүт өндірген. Зауыт ірімшіктер түрін арттыруда, сондай-ақ 2 сүт қабылдау пунктін ашуды көздеп отыр. Алда жұмыс орнын ұлғайту, сырдың түрлерін көбейту, бұдан да бөлек, ірімшіктен де бөлек, тағы да басқа түрлерін шығарсақ па деп. Қазіргі заман талабына сай, базар сұранысына байланысты, халықтың сұранысына байланысты басқа бір өнімдер шығарсақ дейміз. Журналистер Мешелова сүт өңдеу зауытында да болды. Тәулігіне 40 тонна сүт өңдейтін зауыт өнімдерін Тараз, Астана, Алматы қалаларына тасымалдайды. Одан соң бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері Әлібек шаруа қожалығында да болды. Жеке кәсіпкер Шаяхмет Қалдарбеков мал бордақылаумен айналысып келеді. Қазір шаруаның 110 бас малы бар, 55 сауын сиыр, 45 қойы, 2 асыл тұқымды жылқысы бар. Мал басын көбейту үшін мемлекеттен субсидия алып отырады. Басында алғаш 5 мал, 5 сиырым болды ғой. 1999 содан бері көбейіп бірте-бірте қазір 55 сауын сиырым бар, 5 адамды жұмыспен қамтимын. 2 малшы бар, 3 сауыншы бар. Енді келешек осының басын көбейте берсек әйтеуір зиян жоқ. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері Қызыларық ауылдық округінде орналасқан 150 оқушыға арналып салынып жатқан мектептің құрылысымен танысты. Мектеп келер жылы қолданысқа беріледі. Одан соң журналистер назарына Нұрлыкент ауылындағы орналасқан мал бордақылаумен айналысып, шұжық өндіретін Гамбург жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұсынылды. Жобағыны 5,6 миллион теңгені құрайды. Ағымдағы жылдың 5 айлық қорытындысы бойынша 72 тонна шұжық өндірген. Шаруа қожалығы 10 ауыл тұрғыны жұмыспен қамтып отыр. Шаруа қожалығының басшысы қожалықты 2 есеге ұлғайтып, мал басын көбейтуді жоспарлап отыр. Шаруашылық бұдан басқа егінмен айналысады, майлы дақылдар егеді. Бүгінгі күні егіс жақсы тұқымдармен қамтамасыз етілген. Минералды тыңайтқыштармен үстемелеп қоректендіріп, жоғарғы өнімге, сапалы өнімге қол жеткізуге жұмыс жасап жатыр. Шаруашылық бүгінгі күні 4-5 тонна көлемінде сүт өндіріп отырса, сол сүтті Мерке зауытына өткізіп отыр. Етті өздерінде өңдейтін цехтары бар. Бүгінгі уақытқа дейін мемлекеттік бағдарламалар аясында Жуалы ауданында атқарылған жұмыстар аз емес. Ауданның өнеркәсіп, ауыл шаруашылық саласы қазіргі таңда қарқынды дамудың үстінде. Шырайлым Болатбекқызы, Ғалымжан Есенбаев, жаңалықтар қызметі, Жуалы ауданынан.